Төтенше жағдайлар департаменті өрт қауіпсіздігі тақырыбында балалар арасында сурет байқауын өткізді. Оған балабақша және 1-9 сынып оқушылары қатысты. Байқауға 600-ден астам жұмыс түсті. Олардың үздіктері таңдап алынып, өткен демалыс күндері облыс орталығындағы сауда орталығының бірінде көрмеге қойылды. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті өрт қауіпсіздігі тақырыбындағы сурет байқауын тұңғыш рет ұйымдастырып отыр. Басты мақсат осы конкурс арқылы балаларға ерте жастан өрт қауіпсіздігі мәдениетін үйрету. Айта кетейік, байқауға 600-ден астам сурет келіп түсті. Все дети старались. Балалар жақсы сурет салу үшін тырысып бақты. Олар қарындаш пен акварель және гуашты пайдаланды. Балақайларға тұрмыстық өрт қауіпсіздігі, өрттердің алдын алу және өрт кезіндегі іс-әрекет, от дос, от жау және балалардың отпен ойнауы тақырыптар берілді. Жеңімпаз анықтау оңайға түскен жоқ, себебі барлық жұмыс қызықты. Облыс орталығындағы сауда орталықтарының бірінде ұйымдастырылған көрмеге 70-тен астам сурет қойылды. Балалардың суреттерін демалыс күндері шаһар тұрғындары мен қонақтары тамашалай алды. Байқау шарттарына сәйкес жеңімпаздар 3 жас санат бойынша анықталған екен. Үздік атанғандарға алдағы уақытта дипломдар мен бағалы сыйлықтар беріледі. Департаментом по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области. Сондай-ақ облыстық төтенше жағдайлар департаменті Солтүстік Қазақстан кәсіптік педагогикалық колледжімен бірлесіп, шаһар тұрғындарына үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп, өрт қауіпсіздігі тақырыбында жадынамалар таратты. Күн ыстық, осы кезеңде орман өрті шығу қаупі өте жоғары. Ал оны болдырмау үшін біз осындай шараларды жиі ұйымдастырып тұрамыз. Ұйымдастырушылардың сөзіне қарағанда, балалар сурет байқауы алдағы уақытта дәстүрге айналып, жыл сайын өткізілмек. Нұрбол Балғабеков, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.